Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлпанжан. Бүгін 6 сынып математикасының бірінші тақырыбы қатынастың В деңгейінің есептерін талдап шығарамыз. Тақырыптағы барлық есепті талдап, жауабымен шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. 9-шы тапсырма В деңгейінің. Мына формулаларды қатынас сөзін пайдаланып оқыңдар. В бізде жылдамдық. В тең S-тің Т-ға қатынасы, Т тең S-тің В-ға қатынасы, А тең S-тің B-ға қатынасы, Б тең S-тің А-ға қатынасы, N тең С-ның А-ға қатынасы. Қысқаша осылай да айтуға болады, бірақ әр қайсысының өзінің атауы бар, сондықтан толықтырып оқып шығайық. Бірінші біздің формуламыз В бізде жылдамдық, С дегеніміз жүрілген жол немесе арақашықтық, Т дегеніміз уақыт. Сонда бірінші формула оқылады. Жылдамдық жүрілген жолдың уақытқа қатынасына тең. Келесі екінші формула. Уақыт жүрілген жолдың жылдамдыққа қатынасына тең болады. Үшінші формуламыз тік төрт бұрыштың ұзындығы оның ауданының енінің қатынасына тең. Төртінші формуламыз тік төрт бұрыштың ені оның ауданының ұзындығына қатынасына тең. Соңғы формуламыз заттың мөлшері немесе саны деп те аталады, оның құнының бағасының қатынасына тең болады. Келесі есеп. 10-шы тапсырма. Бірінші есепте пойыз 3 сағатта 255 км жол жүрді. Пойыздың жылдамдығын қатынас түрінде жазыңдар делінген. Т 3 сағат, яғни уақыт, S арақашықтық немесе жүрілген жол 255 км бізге В жылдамдықты анықтау қажет. Алдыңғы формуланы қолданамыз. В тең S бөлінген Т, яғни 255-тің 3-ке қатынасы. Сонда 85. Өлшем бірлігі 85 км бөлінген сағатқа тең екен. Екінші тапсырма. Принтер 12 минутта 108 бетті шығарды. Принтердің жұмыс өнімділігін қатынас түрінде жазыңдар. Енді жұмыстың өнімділігі де В әріпімен белгіленеді. Бұл жерде қараңдар. 12 минутта 108 бет делінген. Ал бізге жұмыстың өнімділігін табу үшін 1 минутта қанша бет шығаратынын анықтау керек. Сонда В тең 108-дің 12-ге қатынасы 9-ға тең. Демек есептің жауабы принтердің жұмыс өнімділігі минутына 9 бет. Келесі үшінші тапсырма. 4 кг кәмпиттің құны 1500 теңге, кәмпиттің бағасын қатынас түрінде жазыңдар делінген. Қарапайым есеп 1500-ді бөлеміз 4-ге 375 теңге шығады. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Егер 5 және 9 сандарының қатынасы 1,8-ге тең болса, қай сан қатынастың алдыңғы мүшесі, ал қай сан соңғы мүшесі? Біз 5-ті 9-ға бөлгенде 1,8 шықпайтынын білеміз. Баған түрінде орындап көрсеңдер болады. 9-ды 5-ке бөлсек 1,8-ге тең болады. Яғни 9-ның 5-ке қатынасы 1,8-ге тең. Бұл жерде ережеге сәйкес алдыңғы тұрған бұл қатынастың алдыңғы мүшесі болып табылады. Келесі 5 дегеніміз қатынастың соңғы мүшесі. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 12-ші тапсырмада берілген қатынас қалай өзгерді? Егер біріншісінде қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырса. Алдымен кез келген бір қатынас алайық. Ол бізде 2-ден 1 немесе 1-дің 2-ге қатынасы, ол бізде 0,5-ті құрайды. Осылай жазып аламыз. 2-ден 1-іміз 0,5-ке тең. Енді бізде сұрап тұр. Қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырса дейді. Алдыңғы мүшесі бізде 1. Міне 1.
Сол 1-ді 3 есе арттырса, яғни көбейту амалын қолданып, алдыңғы мүшесін 3 есе арттырамыз. Яғни 1 көбейту 3-дің 2-ге қатынасы. Екеуін көбейтеміз 3 бөлімінде 2 жазылады. 3 бөлінген 2 дегеніміз 1,5-ке тең. Енді қалай өзгеретінін анықтау үшін біз шыққан мәнді мына 0,5-ке бөлеміз. Сонда шығады 3. Сонда бұдан не байқауға болады? Қатынастың алдыңғы мүшесін 3 есе арттырса, қатынас та 3 есе артады екен. Екінші сұраққа жауап берейік. Қатынастың соңғы мүшесін 2 есе арттырса дейді. 2-ден 1 деген бұл бізде қатынас, оның соңғы мүшесі 2, яғни 2-ні 2 есе арттырса болса, көбейту амалын қолданамыз. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, алымы 1 күйінде жазылады, 4-тен 1, ол бізде 0,125-ке тең. Енді алдыңғы мынаған ұқсас етіп тексереміз, 0,5-ті бөлеміз 0,125, шығады 2. Мұнда қарайықшы балалар, 0,5 және 3 шығады. Енді екіншісінен нені байқамыз? Біз мына қатынастың соңғы мүшесін 2 есе арттырған кезде қатынасымыз 2 есе кемейді екен. Мінекей, 0,5 болды. Ол бізде 0,125-ке дейін кеміді. Келесі үшінші сұрақ. Қатынастың алдыңғы мүшесін 2,5 есе кемітсе дейді. Алдыңғы мүше бізде 1, оны 2,5 есе кемітсе делінген. Мұна бөлшекті мен есептеп алып былай жаздым, себебі мына бөлшектің үстінде мынандай бүтін сан жазылуға болмайды. 1-ді бөлеміз 2,5-ке шығады 0,4. Оны 2-ге бөлеміз 0,2 шығады. Енді сұрақтың жауабын табу үшін біз 0,5-ті 0,2-ге бөлеміз, сонда шығады 2,5. Бұдан нені аңғарамыз? Қатынастың алдыңғы мүшесін 2,5 есе кемітсе, қатынас та 2,5 есе кемейді. Төртінші тапсырмада дәл солай орындалады. Бұл жерде қатынастың соңғы мүшесін 1,2 есе кемітсе, қатынас бізде керісінше 1,2 есе артады. Тапсырма орындалды, балалар. 13-ші тапсырмаға келейік. Шамалардың бірдей өлшем бірлігіне келтіріп, қатынасты қысқартыңдар. Міне мына жерде бізде 6 есе беріліпті. Енді осылардың барлығын бірдей өлшем бірлікке келтіріп, қатынасты қысқартып шығамыз. Біріншісінде 500 килограмның 2 тоннаға қатынасы. Енді өлшем бірліктердің өлшемдерін біз еске түсірейік. 1 тоннада 1000 килограмм бар. Демек 2 тоннада 2000 килограмм бар. Жазамыз. 500 килограмм бөлінген 2000 килограмм шығады. Мына 0-дер мен килограммдары қысқартып, 5 бөлінген 20 болады. Ол тағы қысқарып, 4-тен 1 қалады. Мінекей, берілген шаманы алдық, оның өлшем бірліктерін бірдей келтірдік, тоннаны килограммға айналдырып, және шықты бізде 4-тен 1 деген мән. Екінші тапсырма. 3 центнер бөлінген 750 килограмм. 1 центнерде 100 килограмм бар, 3 центнерде 300 килограмм бар. 300 килограммның 750 килограммға қатынасын табамыз. Ол дегеніміз 2-ның 5-ке қатынасы. Мына жерде 1-0 мен 1-0 қысқарады, килограммдар қысқарады. Сонда 30 бөлінген 75, ол тағы қысқарып, 2 бөлінген 5 қалады екен. Үшінші тапсырмаға келейік. 75 сантиметр бөлінген 9-6 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар, 6 дециметрде 60 сантиметр бар. 75 міне өлшемдері бірдей келді, енді қысқартамыз, шығады 5-тің 4-ке қатынасы. Төртіншісінде 56 дециметрдің 16 метрге қатынасы. 1 метрде 10 дециметр бар, 16 метрде 160 дециметр бар. 56-ны 160-қа
қатынасын анықтау үшін дециметрлері қысқарады. 56 мен 160-ты біз 8-ге қысқартамыз. 56-ны 8-ге бөлсек 7, 160-ты 8-ге бөлсек 20, 20-дан 7 деген қатынас шықты. Бесіншісінде 12 минуттың 1 сағатқа қатынасы. 12 минут, 1 сағатта 60 минут бар. Өлшемдері бірдей келді, енді екеуінде қысқартамыз. 5-тен 1 қалады. Яғни екеуінде 12 деген санға қысқартамыз. 12-ні 12-ге бөлеміз 1 қалады. 60-ты 12-ге бөлеміз 5 қалады. 6-шы тапсырмада 30 минут бөлінген 2 сағат. 1 сағатта 60 минут бар, 2 сағатта 120 минут бар. 30 минутты 120 минутқа бөлсек, 4-тен 1. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Бөлшек сандардың қатынасын натурал сандардың қатынасы түрінде жазып шығыңдар дейді. Мұнда 2 тәсіл беріпті, қайсысы ыңғайлы, сол жолмен мұна барлық 6 есепті шығарамыз. Енді біріншісіне қарайық. 5-тен 2-ні бөлеміз 3-тен 1-ге. Оны қалай орындаймыз? Алдымен 5-тен 2 деген бөлшекті жазып аламыз. Мұндағы бөлу тұрған амалды біз көбейтуге айналдырамыз. Көбейтуге айналдырған кезде мұндағы алымы мен бөлімі бөлшектің екеуі ауысады. Сонда мұнда алымында жазылып тұрған 1 бөліміне жазылады. 3 деген бөлімінде тұрған сан алымына кетеді. Сонда 2 көбейтілген 3 бөлінген 5 көбейтілген 1. Шығады 6-ның 5-ге қатынасы. Дәл солай. Қалған 6 есепте шығады. Екіншісінің жауабы 8-дің 7-ге қатынасы, 20-ның 9-ға қатынасы. Мұна жерде балалар анық қарап келейік. 5 көбейтілген 8 және 6 көбейтілген 3 қой. Оны 2-ге қысқартамыз. 6 қысқарады және 8 қысқарады. 4-те 3 қалады. Сонда бізде шығады 20 бөлінген 9 қатынас. 4-ші есепте де дәл солай. Бұл жерде аралас сан берілген. Аралас санды жай бөлшекке айналдырамыз. Еске түсірейік балалар. Ол үшін 9-ды көбейтеміз 3-ге. 27. Мұндағы алымындағы 1-ді қосамыз. Сонда 28. 9-дан 28 болады. Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Енді бөлінген 2/6-тан 1. Дәл солай. 6-ны 2-ге көбейтеміз. 12. 12-ге 1-ді қосамыз. 13. 6-дан 13. Аралас санды, яғни біз бұрыс бөлшек ретінде жаздық. 28 көбейтілген. Дәл алдыңғы есептер сияқты мына жерде көбейту амалын қолданамыз. Сол кезде бөлімінде тұрған сан алымына жазылады. 13 бөліміне жазылады. 6 мен 9 сандары 3-ке қысқарады. 9-ды 3-ке бөлсең 3 шығады. Міне төбесіне жазып қойдым. 6-ны 3-ке бөлсек 2. 28-ді 2-ге көбейтеміз. 56. 3-ді 13-ге көбейтеміз. 39. 5-ші тапсырмада 85-тің 8-ге қатынасы, 6-шы тапсырмада 3-тің 38-ге қатынасы шығады. Өз жауаптарымен салыстырып тексеріп алыңдар. Енді келесі есеп. Соңғы 16-шы тапсырма. Мирас кітаптың 60 бетін оқығанда оқылмаған 15 беті қалды. Кітаптың мирас оқыған беттері ол оқымаған беттерінен неше есе артық. Ол үшін 60-ты 15-ке бөлеміз, немесе 60-тың 15-ке қатынасын табамыз. 4 шығады. Демек, кітаптың мирас оқыған беттері ол оқымаған беттерінен 4 есе артық. Екіншісінде, кітаптың мирас оқымаған беттері ол оқыған беттерінің қандай бөлігін құрайды? 15-ті 60-қа бөлеміз, немесе 15-тің 60-қа қатынасын есептейміз. Сонда шығады 4-тен 1.
есептің сұрақтың жауабы кітаптың мирас оқымаған беттері ол оқыған беттерінің 4-тен 1 бөлігін құрайды екен. Үшінші тапсырма. 60 бөлінген 75 немесе 60-тың 75-ке қатынасы. Ол екеуі қысқарып 4-тің 5-ке қатынасын білдіреді. Демек, үшінші сұрақтың жауабы 5-тен 4 бөлігін құрайды. Төртінші сұрақ. Кітаптың мирас оқымаған беттерінің кітаптың барлық беттеріне қатынасы неге тең? 15-тің 75-ке қатынасын анықтаймыз. Ол үшін 15 пен 75 өзара қысқарып 15-ке 5-тен 1 қалады. Сонда есептің жауабы кітаптың мирас оқымаған беттерінің кітаптың барлық беттеріне қатынасы 5-тен 1 бөлігін құрайды. Балалар, В деңгейінің барлық есептерін талдап шығардық. Түсінбеген жерлерің болса, видеоны артқа қайта қарап шығыңдар. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.